Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творог қосылған рогаликидің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді, жұмсақ болып шығады. Бірге дайындайық. Ең алдымен творогқа майызды саламыз. Оның үстіне разрыхитель, қант және ұнды салып, барлығын қолдың көмегімен жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Барлығының мөлшерін мен төменде жазып қалдырдым. Бізде міне осындай қамыр шығады. Ол қамырымызды қатты жұқа етпей, барлығын жайып шығамыз, ұнға жақсылап аунатып аламыз. Қамырдың барлығын жайып болғаннан соң пышақтың көмегімен осылай кесіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода барлығы түсінікті етіп көрсетілген, және осылай орап рогалики жасаймыз. Дайындап болғаннан соң қызып тұрған пешімізде 160 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің рогаликиіміз дайын болды. Оның үстіне осылай сахарный пудра сеуіп шықсаңыздар, өте ерекше әдемі болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шықты. Дәмі де ерекше. Ас болсын!